Жаңа патоген пайда болған кезде біздің денеміз бен денсаулық сақтау жүйеміз осал болып қалады. Осындай кездерде барынша өлім санын азайту мақсатында иммунитетті қалыптастыру үшін вакцина қажет. Сонымен бізге вакциналар қатты қажет болған кезде оларды қаншалықты тез әзірлей аламыз? Вакцина дайындауды жалпы 3 кезеңге бөлуге болады. Зерттеу кезеңінде ғалымдар вакциналардың қауіпсіз және қайталанылатын құрылымын іздеуде әртүрлі тәсілдермен тәжірибе жүргізеді. Олар зертханада бақылаудан өткеннен кейін клиникалық тексеруден өтеді. Онда әртүрлі популяциялар арасында вакциналардың қауіпсіздігі, тиімділігі және жанама әсерлері бағаланады. Соңында өндіру кезеңі, яғни вакциналар шығарылып көпшілікке таратылады. Қалыпты жағдайда бұл процесс орта есеппен 15-20 жылға созылады. Бірақ пандемия кезінде зерттеушілер әр кезеңнен мүмкіндігінше тез өту үшін көптеген стратегияларды қолданады. Зерттеу кезеңі ең икемдісі болар. Бұл кезеңнің мақсаты иммундық жүйені вирус немесе бактериялармен таныстырудың қауіпсіз әдісін табу. Бұл біздің ағзамызға шынайы инфекциямен күресуге қабілетті антиденелер жасауға қажетті ақпаратты береді. Бұл иммундық реакцияны қауіпсіз іске қосудың көптеген жолдары бар, бірақ әдетте ең тиімдісі ұзақ уақыт өндіруді қажет етеді. Әлсіреген дәстүрлі вакциналар ұзақ мерзімді төзімділік тудырады. Бірақ олар ұзақ уақыт бойы адамға тиесілі емес ұлпаларда өсірілуі тиіс әлсіреген вирустық штамдарға сүйенеді. Әсерсіздендірілген вакциналарда қоздырғышты әлсірету үшін жылу, қышқыл немесе радиацияны тікелей қолдану арқылы анағұрлым жылдам тәсіл қолданылады. Вирустық ақуыздардың зиянсыз фрагменттерін енгізетін қосалқы вакциналарды да тез жасауға болады. Бірақ бұндай тез әдістер аз беріктік береді. Бұл көптеген вакциналардың тек 3 түрі ғана және олардың әрқайсының өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Белгілі бір тәсіл толықтай жұмыс істеуге кепілдік бермейді және олардың барлығы көп уақытты талап ететін зерттеулерді қажет етеді. Сондықтан бұл үрдісті тездетудің ең жақсы жолы көптеген зертханаларда бір уақытта әртүрлі модельдермен жұмыс істеу. Бұл соңына дейінгі жарыс стратегиясы алғашқы сыналатын Zika вакцинасын 7 ай ішінде және алғашқы сыналатын COVID-19 вакцинасын бар болғаны 42 күнде шығаруға мүмкіндік берді. Сыналатындық вакциналар сәтті болады дегенді білдірмейді. Бірақ қауіпсіз және оңай репликацияланатын модельдер клиникалық тексеріске көшу мүмкін, ал басқа зертханалар балама модельдерді іздеуді жалғастыра береді. Тестленетін вакцина 4 айда не 4 жылда шығарылса да, келесі кезең көбіне вакцина дамуының ең ұзақ әрі болжауға қиын кезең болып табылады. Клиникалық тексеріс 3 кезеңнен тұрады және олардың әрқайсысы бірнеше сынақтарды қамтиды. Бірінші саты сынамалары иммундық реакцияның қарқындылығына назар аударып, вакцинаның қауіпсіздігі мен тиімділігін анықтауға тырысады. Тестілеудің екінші сатысы вакцинаның оңтайлы мөлшерлемесін анықтау мен оның кең ауқымға жеткізу кестесіне бағытталса, соңғы саты вакцинаның қауіпсіздігін негізгі қолданушылар арасында бақылай отыра препараттың кері және жағымсыз әсерлерін анықтайды. Айнымалылардың саны мен ұзақ мерзімді қауіпсіздікке бағытталған назарды ескере отыра, клиникалық тестілеуді жылдамдату өте қиынға соғады. Төтенше жағдайларда зерттеушілер бір фазаның ішінде бірден бірнеше сынақтар жүргізеді. Алайда үрдісті жалғастырудың алдында қатаң қауіпсіздік критериялары сақталу керек. Кейде зертханалар бұрын бекітілген емдеу әдістерін қолдану арқылы бұл процесті тездетеді. Мәселен, 2009 жылы зерттеушілер H1N1 вирусына қарсы вакцинаны жасауда маусымдық тұмауға қарсы екпені қолданды. Сөйтіп бұл вакцина 6 айда дайын болды. Дегенмен, бұл әдіс тек вакцина жасалып қойған ұқсас патогендермен күрескенде ғана жұмыс істейді. Сонымен клиникалық тестілеу сәтті іске асқан соң, ұлттық басқару мекемелері нәтижелерді сараптай келе, қауіпсіз вакциналардың шығарылуын құптайды. Әр вакцина мамандандырылған өндіріс тізбегі қажет бірегей химиялық және биологиялық компоненттердің құрылымынан тұрады. Ал өндірісті вакцина мақұлданғаннан кейін бірден бастау үшін өндіріс жоспарлары зерттеулер мен сынақтармен қатар дамытылу қажет. Ол зертханалар мен өндірушілер арасында тұрақты үйлесім мен вакциналар жобалауындағы кенет өзгерістерге бейімделуге қажет ресурстарды қажет етеді. Тіпті егер бірнеше айлық жұмыстан бас тарту керек болса да. Уақыт өте келе, зерттеу және өндіріс орталықтарының дамуымен қатар, бұл үрдіс жылдамырақ өтуі тиіс. Зерттеулердің болжауынша, болашақта ғалымдар әртүрлі вирустардың генетикалық материалын вакцинаның дайын құрылысына енгізе алады. Бұл
ДНК және МРНК-ға негізделген екпелер зерттеу, тестілеу, өндіру жұмыстарын анағұрлым азайта алады. Алайда медицинадағы бұндай жаңалықтар жарық көрмей тұрған уақыттағы ең тиімді стратегия бұл әлем бойынша орналасқан зертханалардың бір-бірімен тәжірибе алмасуы. Тек осы жағдайда ғана ғалымдар бірлестігі кез келген вирусты жеңе алады. Ал сіздің ойыңызша тиімді әрі ұзақ уақытқа созылатын әсері бар вакцинаны дайындауға қанша уақыт кетеді? Сізбен бірге болған IQ. Видео ұнаса, лүпіліңізді қалдырыңыз, арнаға тіркеліңіз және біздің арнадан тағы қандай видео көргіңіз келетінін видеоның астына жаза кетіңіз.